Сәлем қыздар, бүгін брауни пирогын жасаймыз. Менімен бірге жасап көріңіздер. 4 жұмыртқаға 200 грамм қант. Осы бір стаканмен барлығын өлшесеңіздер болады. 1 стакан қант салып миксермен жақсылап араластырамыз. Пирог өте дәмді болып шығады, ерекше дәмді болып шығады. Сондықтан осы рецептпен жасап көрлеріңізді сұраймын, өкінбейсіздер. Жақсылап көтерілгенше араластырып алғаннан кейін жаңағы 1 стакан сонымен сүт құямыз. Яғни 200 грамм сүт қой, 200 грамм сүтті дұрыстап құйып, артынан жарты стакан май, сұйық май құямыз. Содан кейін 200 грамм ұнға 3 қасық какао саламыз, және де 1 разрыхлитель салып бөлек араластырып аламыз да жаңағы қоймалжың массамызға салып араластырамыз. Через сито арқылы өткіземіз. Сол кезде біздің бисквитіміз өте пышный болып, жұмсақ болып шығады. Ұн әртүрлі болғандықтан кей кезде жаңағы 200 грамм ұнымыз аз болады. Сол себепті мен мына жерде 300 грамм ұнды тағы да үстіне қостым. Сіздер де көріңіздер, қатты сұйық болып жатса, ұннан қосуларыңызға болады. Пергамент қағаз төселген формамызға сұйық массамызды құйып, алдын ала жылып тұрған духовкамызға 40 минутқа саламыз да пісіріп аламыз. Мына дайын болған бисквиттің үстіне құялатын қоймалжың масса болған 5 қасық қант, 10 қасық сүт, 2 қасық сұйық май және де 2 үлкен қасық какао қосып араластырып, плитамыздың үстіне қойып, қантымыз езілгенше араластырып тұрамыз. 5-8 минутта жетеді. Бисквитті шығарып, оны шпажкамен тексеріп көреміз. Егер шпажкамыз құрғақ болатын болса, бисквит дайын. Жаңа дайындаған қант, какао сүтімізді осы бисквиттің бетіне құямыз. Осымен біздің бисквит дайын, брауни деп аталады. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, және де соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.